Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге үй жағдайындағы жөтелге қарсы ең керемет сиропты қалай жасалу керек екендігін көрсетемін. Бұл сиропты маған бір орыс тәтей айтты, және де өте жақсы көмектесті. Мен осыдан 2 ай бұрын балам қатты жөтеліп, ешқандай дәрі де, сироптарда, уколдарда көмектескен жоқ. Осы ғана сироп қатты көмектесті. Сондықтан мен сіздерге осы сиропты қалай жасалу керек екендігін көрсетемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Біздерге тамаққа қосатын пияз қажет болады. Пиязымызды өте ұсақ етіп турап аламыз. Және де сарымсағымызды да өте ұсақ етіп турап алыңыздар. Қадімгі үйдегі бар заттардан жасалады, ешқандай қоспасыз, артық затсыз. Енді осы пиязымыз бен сарымсағымызды турап аламыз, өте ұсақ етіп. Және де біздерге мед қажет болады, бал. Оны біздер натуральный жаңағы мед, өте жақсы, сапасы жақсы мед табуға тырысыңыздар. Және де енді осы сарымсағымыз бен пиязымыздың үстіне 3 ас қасық, үлкен ас қасықпен 3 ас қасық саламыз. Салып болғаннан кейін бір араластырып, бетін жауып, салқын жерге қойып қойыңыздар. 2 сағаттың ішінде өзінің жаңағы пияз бен сарымсағымыздың сөлі шығады. Қазір мен бетін жауып қойдым, міне көріп тұрғандарыңыздай 2 сағат өтті, кәдімгідей бойындағы сөлі шықты. Енді осы бойындағы суды біздер бөлек таза ыдысымызға, крышкасы жабылатын ыдысымызға құйып аламыз. Міне банкімізге құйып алдық. Енді осыны беретін кезінде міндетті түрде қадағалаңыздар. Медқа аллергиясы бар жандар ішпегені жақсы. Кішкентай балдарға 2 шай қасықпен күніге 3-4 рет, үлкен балдарға, ересектерге ас қасықпен 3-4 рет ішкен жақсы. Пайдасы өте зор. Міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіп, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.